Бәріңе сәлем. Бір жыл бойы Астанада тұрып жатқан адам ретінде Астанаға келгенде нені ескеру керек екенін айтып өтейін. Менен бір топ-5 кеңес болсын. Осыдан тура бір жыл бұрын мен Астанаға көшіп келген болатынмын, Алматыдан Астана қаласына. Екі мүлдем ұқсамайтын қала. Алматы өте жылы. Алматының табиғаты да жылы, адамдары да жылы көрінеді маған Астанада. Керісінше Астана салқын, адамдар да салқын, бірақ соған қарамастан сол салқындықтың да бір өзінің ерекшелігі бар. Басында қалаға сіңісіп кету маған оңай болған жоқ, себебі мен жұмысымды ауыстырдым, достарым болған жоқ қасымда, маған поддержка беретін деген сияқты. Және менің жақын адамым, сіңілім Алматы қаласында болды. Біз онымен кішкентай күнімізде бірге өстік Атырауда. Одан кейін студент кезімізде университеттерде оқып жүргенде қасымда болды, жұмыс жасап жүргенде қасымда болды. Астана қаласында болмағаннан кейін маған қиын болған сияқты, себебі мен бәрібір де алаңдайтынмын, тамақ ішіп жүр ма деген сияқты уайым болатын. іштей көшіп келгендегі жылағым келіп кетті. Бірінші, қала ауыстыру ол оңай процесс емес. Мен бұрындары ойлайтынмын, мен Астанаға тез үйренісіп кеттім деген сияқты ойлар болатын, бірақ дәл қазір ойласам менде прям үлкен адаптация болған екен, себебі жұмысымды түсінбейтінмін. Менің ішімде ойлар болатын, мен не істеп жүрмін деген сияқты сұрақтар болатын. Нені ескеру керек қалаға көшіп келгенде? Біріншіден адам гибкий болу керек. Мысалы, бұрын жасаған көп дүниелерді сен жасай алмайсың. Екіншіден, міндетті түрде қалың киімдерді алып келу керек. Менің қателігім, мен Алматы қаласында тек қана жұқа киімдермен жүретінмін, себебі Алматыда өте жылы, күзгі кетікпен қысты өткізіп жіберуге болады. Ол жағынан ол қалада мүлде проблема жоқ. Ал Астана қаласында күзгі кетікпен қысты өткізу деген нағыз ақымақтық. Сол үшін де қалың киімдеріңізді алып келу керек, қалың киімдерді киіп шығу керек. Барынша өзіңді, денсаулығыңды күту керексің, себебі сені бөлектеп отырған адам жоқ. Өзің тұрғаннан кейін өзіңнің денсаулығыңа жауапты болу керексің. Үшінші кеңес, бұл жақта продукты, азық-түлік өте қымбат. Мен Алматымен ылғи да салыстырамын, және әріптестерім бар ғой. Мысалы, мен Алматыда жұмыс істеген, Астанада жұмыс істеп жатқан. Біраз әріптестерімнің айтуынша да Алматыдағы бағалар, Астананың бағалары қымбатырақ. Егер сіз басқа қаладан көшетін болсаңыз, осы нәрсені ескеруіңіз керек. Содан кейін белгілі бір қор болу керек адамда. Мысалы, сіз бастапқы көшіп келгенде, Астанаға көшіп келгенде, сізде мысалы бірден жұмыс табылмауы мүмкін. Сол кезде сізде бір өзіңіздің бір жинағыңыз болу керек. 1-2 ай сіз бұл қалада нормально өмір сүре алуыңыз керек қой. Қиналмауыңыз керек деген сияқты. Егер сіз Астана қаласында тұратын болсаңыз, Астанадан үй аламын деген де бір мақсат болу керек сияқты. Менде сол бір мақсат болды. 20 жасымнан бері бар ол мақсат менде. Ақшаны жинай беру керек. Алматымен салыстырмалы түрде Астананың бір жақсысы, ақша жинау оңайырақ, себебі бұл жақта мысалы тауға барам демейсің, мысалы тауға барғаннан кейін Шымбұлаққа барам демейсің. Оның бәрі, мысалы, Шымбұлаққа бару, оның бәрі 30-40 теңге тұратын ақшалар ғой. Ақшалар кәдімгідей полноценный демалыстар ғой, бір сөзбен айтқанда. Бесінші кеңес, ол кеңесті мен өзімде ол кеңесті жасап жүрген жоқпын, бірақ қалаға келгеннен кейін көбірек қыдыру керек екен. Мысалы, жоспарлы түрде сенбі-жексенбі күндері мен ылғи да үйде болатынмын. Құрбыларыммен болғанда, бірге тұратын қыздармен бірге үйге тамақ заказ беріп отыратын. Ал қазір қалаймын, мысалы, музейге барғым келеді, концерттерге барғым келеді. Сондай адамға жақсы эмоция сыйлайтын дүниелерден адам қашпау керек. Сол үшін егер сіз Астанаға келіп жатсаңыз, міндетті түрде музейға да барыңыз, әдемі жерлерге де барыңыз, Бурабайға да барыңыз. Оның бәрі сізге тез сіңісіп кетуге көмектеседі деп ойлаймын. Ең бастысы қорықпаңыз. Астанаға көшіп келсеңіз, басқа қалаға көшіп келсеңіз, өмірді өзгертуден қорықпау керек деп ойлаймын. Тек жақсылық болсын. Всем пока.